Ассалаумағалейкум достар, мен адвокат Таир Насханов. Бүгін біз заманауи, бірақ құқықтық тұрғыдан әлі де көпшілікке түсініксіз бір мәселені қозғаймыз. Дрондарды қолданудың ережелері мен шектеулері Қазақстанда. Бұл жай ғана техника емес, бұл заңмен реттелетін әуе кеңістігіндегі әрекет. Сондықтан ұшқышсыз аппарат сатып алмас бұрын немесе оны алғаш рет ұшырар алдында міндетті түрде заң талаптарын білу қажет. Ең алдымен анықтап алайық. Дрон немесе ұшқышсыз ұшу аппараты бұл салмағы мақсатына қарай азаматтық немесе арнайы мақсаттағы ұшу құралы. Қазақстанда дрондарды ұшқышсыз әуе кемелері деп атайды және олардың қолдануы азаматтық авиация туралы заңмен, сондай-ақ индустрия және инфрақұрылымдық даму министрлігінің нормативтік актілерімен реттеледі. Сонымен жеке азамат ретінде сіз дронды қалай және қайда қолдана аласыз? Қарапайым тілмен айтқанда, заң бойынша кез келген дрон әуе кеңістігіне енген сәттен бастап бақылауға жатады. Бұл дегеніміз, сіз мысалы Алматыда немесе Нұр-Сұлтанда, қазіргі таңда Астанада қаланың үстінен дрон ұшырсаңыз, бұл тек хобби емес, бұл авиациялық операция және ол тіркеусіз, рұқсатсыз орындалса, әкімшілік құқық бұзушылық болады. 22 жылдан бастап Қазақстанда күшіне енген нормаларға сәйкес салмағы 250 граммнан асатын дрондар міндетті түрде тіркелуге жатады. Оларды басқару үшін оператор тіркелуі, ал дрон арнайы есепке алыну тиіс. Ұшу жоспарлаған аумақта және рұқсат етілген биіктікте әдетте 50-ден 100 метр орындалу қажет. Әуежайлар, мемлекеттік нысандар, шекара маңындағы аймақтар, әскери бөлімдер және адам көп жиналатын орындар ұшуға тыйым салынған немесе шектелген аумақтар болып есептеледі. Мысалы, сіз дронмен елордадағы президент резиденциясына маңында видео түсіргіңіз келсе, бұл құқық бұзушылық болады. Көбінесе азаматтар мұны білмейді, ал дронмен түсірілген видеолар әлеуметтік желілерге жүктелгеннен кейін құқық қорғау органдары тексеріс бастайды. Тағы бір маңызды ереже. Дронмен түсіру кезінде азаматтардың жеке өміріне қол сұғуға болмайды. Бұл дегеніміз, егер сіз біреудің үйін, терезесін, баласын, ауласын рұқсатсыз түсірсеңіз, бұл жеке деректерді заңсыз жинау болып есептеледі және ол үшін әкімшілік немесе қылмыстық жауапкершілік қарастырылған. Сондықтан дронмен түсірген кез келген бейне заң тұрғысынан да, этика жағынан да қауіпсіз болуы тиіс. Ал енді кәсіпкерлер туралы. Егер сіз дронды коммерциялық мақсатта қолдансаңыз, мысалы ауыл шаруашылығында, құрылыс мониторингте, кино түсіруде немесе логистикада, онда сіз міндетті түрде заңды тұлға немесе ИП ретінде тіркелуіңіз керек. Арнайы рұқсатнама мен ұшу жоспарын алу, оператор оқудан өтіп, біліктілік куәлігін иелену керек. Дрон сақтандырылған болу тиіс. Бұл талаптар азаматтық авиацияның қауіпсіздігін қамтамасыз ету және басқа әуе қатысушыларына кедергі келтірмеу үшін енгізілген. Есіңізде болсын, дрон әуеде құлап түссе, ол денсаулыққа немесе мүлікке зиян келтіруі мүмкін. Ал мұндай жағдайда оператор толық материалдық жауапкершілік алады. Сондай-ақ қазіргі кезде Қазақстанда арнайы дрондармен жұмыс істеуге рұқсат беретін электронды платформа іске қосылған. Онда сіз ұшу маршрутын тіркеп, қай күні, қай жерде және қандай мақсатта дрон ұшыратындығыңызды көрсете аласыз. Бұл Fly Қазақстан немесе азаматтық авиация комитетінің жүйе арқылы жүзеге асырылады. Ал егер сіз шетелден дрон әкелгіңіз келсе, кедендік талаптарды ескеріңіз. Кейбір дрондар әсіресе камерасы, радио желігі, қуат үлгілер, байланыс құралдарды ретінде тіркелуі мүмкін. Сондықтан импорт алдында байланыс және қауіпсіздік ережелерінде білген дұрыс. Қорытындылай келе, дрон бұл ойыншық емес, бұл жауапкершілікпен қолдануы тиіс құрал. Қазақстанда дрондар заңмен реттеледі. Егер сіз оны заңға сай қолдансаңыз, бұл пайдалы,
қызықты және тіпті кәсіпке көзіне айналуы мүмкін. Бірақ егер сіз ережелерді білмей немесе елемей қолдасаңыз, бұл әкімшілік айыппұлға, техникалық тәркілеуіне немесе тіпті қылмыстық іске айналуы мүмкін. Сондықтан дрон сатып аларда немесе қолданарда салмағы мен техникалық сипаттамаларын тексеріңіз. Тіркеу қажет пе, біліңіз. Ұшуға рұқсат қажет пе, анықтаңыз. Жеке тұлғалар мен нысандарды түсіргенде заңды сақтаңыз. Дронмен жұмыс істейтін болсаңыз, кәсіпкерлікке тіркеліңіз және сақтандыру рәсімдеңіз. Рахмет. Егер сіз дрондарды қолдануға қатысты сұрақтар болса, пікірге жазыңыз. Арнаға жазылып, лайк басыңыз. Сіздермен бірге болған адвокат Таир Насханов. Келесі кездескенше.